Дауысты дыбыс. Дауысты дыбысты айтқанда өкпеден шыққан ауа ауыз қуысында кедергіге ұшырамай еркін шығады. Дауысты дыбыстың саны қазақ тілінде 12. Ескерту. И, у және терсе дауысты дауыстары орыс тілінен енген сөздерде кездеседі. Мысалы, кино, руль, электр. Қазақ сөздерінде и әрпі и дауыстарының таңбасы, ал у әрпі у дауыстарының таңбасы бола алады. Мысалы, жазылуы жи, ки, тұру, жүру, оқылуы жи, ки, тұру, жүру. Дауысты дыбыс қызметіндегі әріптер: ю, я. Дауысты дыбыс буын жасауға қатысады. Сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Дауысты дыбысқа сөз екпіні түседі.